көшедегі жарнамаларыңыз бойынша кеңес алуға келіп тұр едім. Қош келдіңіз, ендеше таныстырайын. Ата-аналарға арналған кеңес беру пункті бар, жұмыс жасайды. Бұл кеңес беру пунктінде біраз педагогтер жұмыс жасайды. Яғни ол қазақ тіл маманы болсын, музыка жетекшісі, әдіскер, педагог, психологтар, тәрбиешілер, кез келген педагогтерден сіз кеңес ала аласыз. Бұл бізде кеңес беру пункті бойынша жаңа құжаттар көрсетіп өткен, оның ішінде жылдық жоспарымыз бар және кеңес беру кестесі бар. Яғни жаңа айтып өткен бізде педагогтердің барлығы ата-аналарға өздерінің жұмыс кестесі бойынша кез келген уақытта келіп кеңес бере алады сіздерге. Енді жалпы сіз балаңызға қатысты қандай да бір мәлімет қажет болса, сіз қайда жүгінесіз, кімге жүгінесіз? Көбінесе енді әлеуметтік желілерде ғой. Ютубтан қараймыз, Гуглдан қараймыз, иә? Жалпы Ютубтағы, Гуглдағы мәліметтердің барлығын біз дұрыс деп айта алмаймыз, иә? Оның ішінде дұрыс ақпарат та бар, бұрыс ақпарат та бар. Осы орайда ата-аналарға арналған мен деген 5-ке дейін үлгер деген мобильді қосымшаны сізге таныстырғым келеді. Бұл 5-ке дейін үлгер мобильді қосымшасы ерте дамыту институты ұсынып отыр, яғни балаларға қажетті 5 жасқа дейінгі балаларға арналған өзінің жас ерекшелігіне сай кез келген тақырыпта сіз кеңес ала аласыз. Мобильді қосымша міндетті түрде сіз оны телефоныңызға жүктеп аласыз. Кез келген уақытта ата-ана үшін бұл қолжетімді. Баланың жасын жазасыз, баланың аты жөнін жазасыз, және де баланың жас ерекшелігіне сай сізге кез келген тақырыпта кеңес жазылған. Яғни мына жерде жазылған эмоциялар, қозғалыс дағдылары, мәдениет және бірегейлік дейді, ойлау дағдылары. Осы бағыт бойынша сіз кез келген тақырыпта кеңес ала аласыз. Міне көрдіңіз бе, баланың жас ерекшелігіне сай бөліп берілген. Баланың 6 айдан асып 1 жасқа толғанша күтіп бағу, 1 жасар бала, 2 жасар баланы күтіп бағу, 3 жасар, 4 жастағы балалар. Яғни сіз кез келген уақытта әртүрлі тақырыпта ашып қарап кеңес ала беруіңізге болады. Осы 5-ке дейін мобильді қосымшасын мен сізге ұсынамын, қолданып, телефоныңызға жүктеп, жұмыстануыңызға болады. Жақсы, ақпарат жақсы, түсіндім бәрін. Жақсы, тағы да кеңес беру пунктіңізге келіп тұрмыз, әрдайым сізді күтеміз. Көп рахмет.